Витилиго неден пайда болады деген сұрақтар келіп жатады да маған. Біреулер айтады тұқым қуалаудан деп жатады. Ол деген сөз сізде витилиго болған болса, сіздің балаңызда, ұрпағыңызда витилиго болады деген сөз емес. Ол мыңнан бірінде, миллионнан бірінде ғана кездесетін жағдай. Біреулер айтады бауырдан деп жатады. Мынау циррозбен, фиброзбен, гепатитпен ауыратын адамдар бар ғой. Міне сол кісілерде нап витилиго жоқ. Значит, бауырдан деудің өзі үлкен қателік болып саналады екен. Біреулер айтып жатады, ішекте құрттан деп жатады. Мынау құрттан тазалайтын центрлерге баратын болсаңыздар, өте көп балаларда ішегінде құрт бар да. Ол балаларда не үшін витилиго жоқ? Өйткені ол құрттан деген сөздің өзі қате болады. Бірақ ішекте құрт болатын болса, ем жай жүріп қалуы мүмкін. Сондықтан құрттан тазалаған дұрыс болады. Енді кішкентай балаларда көргенсіздер ма? Тусклый ақ теңбілдер болады. Ол витилиго емес, ол құрттан болатын ақ таңдақ та, ол витилигоға жатпайды. Біреулер синтетика кигеннен болып жатады дейді. Біреулер айтады, айран ішкеннен кейін жұмыртқа жесең содан пайда болады екен деп жатады да. Оның бәрі қате пікір болып саналады. Енді менің жеке практикамда мұғалімдер, стрессовый жағдайда жұмыс жасайтын адамдар осы витилигоға көп шалдығып жатады. Одан кейін үйдің үлкен балалары әсіресе витилиго шалдығып жатады екен. Не үшін? Одан кейінгі туылған балаға внимание көбірек бөлінеді да. Үлкен балаға внимание азаяды, оны бәріміз білеміз ғой, белгілі нәрсе. Одан кейін кішкентай балалар қателік жасап қойса, үйдің үлкені жауапты болып қалады да. Кішкентай кезінен жауапкершілік алып үйренгендіктен стрессте болуы мүмкін. Сол адамға да витилиго шығуы мүмкін да. Енді оның бір плюс жағы да бар. Үйдің үлкендері үлкен жетістіктерге жетеді негізінде. Көп президенттер, ғарышкерлер, мықты адамдар үйдің үлкен балаларынан шыққан. Не үшін? Өйткені олар кішкентай кезінен мойнына жауапкершілік алып үйренген. Оның бір жаман жері бар. Өзін көрсетемін, өзін дәлелдеймін, жауапкершілік аламын деп жүріп, ондай кісілер депрессияға көп шалдығады, стресске шалдығып, витилиго шығуы әбден мүмкін. Енді менің жеке практикамда көбінесе стресстен, депрессиядан, бірдеңеден қатты үркіп қалғаннан, шошып қалғаннан болып жатады. Немесе жақын адам жоғалтудан қатты қайғырғаннан да шығып жатуы мүмкін да. Енді осылардың бәрі сабақ көптің қосылып келеді да, негізгі причинасы витилигоның аутоиммундық нәрседен болады. Мына біздің денемізді, ағзамызды қорғайтын иммунитет деген нәрсе бар ғой. Мына грипптен, вирустан, неше түрлі зиян нәрселерден қорғайды ғой бізді. Мысалы қолыңызға тікен кірсе де шырт жібереді деген дейді. Міне сол біздің терімізді, ағзамызды дұшпан деп санап атака жасайды. Яғни біздің мынау теріміздің цветіне жауап беретін меланоцит деген нәрсе бар ғой, соған атака жасаған үшін пигменттердің қызметі бұзылады. Яғни бұл аутоиммундық сырқатқа жатады. Витилиго кезінде фастфуд өнімдерін жемеген дұрыс болады, напиткілер ішпеген дұрыс болады. Өйткені көбісі ойлайды да, напиткі деген тек қана газировка деп ойлайды. Жоқ, ол магазиннің соғы да кіреді оған. Мысалға бір изжога ұстап жатқан кезде боржоми, сарыағаш деген сияқты минералкаларды ішіп жатамыз ғой, оның ешқандай зияны жоқ. Бұл жерде оның тәтті болуында. Не үшін напиток ішпейміз деп айтамыз? Өйткені мен сіздерге шөп дәрілер, витаминдер жазып беремін ғой емделу кезінде. Міне сол напиткі сол витаминдерді, пайдалы нәрселерді кіші дәретпен айдап жіберуі мүмкін екен да. Одан кейін синтетика кимеген дұрыс болады. Не үшін? Өйткені синтетика раздражение беріп, витилигоның жайылып кетуіне ықпал етуі мүмкін. Мынау күннен сақтанған дұрыс болады. Күннен де витилиго жайылып жатады. Өткенде маған бір адам келді да, мынау Вьетнамда демалған, денесінде кішкене тошқы болған витилигоның. Сол күнге қыздырынып, загар алған кесірінен бүкіл денесіне жайылып кеткен ғой. Одан кейін уақытылы ұйықтаған дұрыс болады. Мына 10:00 уақытында кешкі мелатонин, соматропин деген сияқты восстанавливающий гормондар бөлінеді. Уақытылы ұйықтаудың өзі сіздің емделіп кетуіңізге себепші болады. Енді мен сіздерге бұның бәрін айтып отқанмен, каждый пациенттің қасына мен еріп жүре алмаймын. Сондықтан оны сақтану, емге деген ынта, өзіңізді өзіңіз дисциплина ұстау деген нәрсе ол өзіңізге байланысты болады. Витилиго жайлы қандай мифтер бар? Мынау балық жегеннен кейін айран ішетін болсаң витилиго шығып кетеді екен деген мифтер бар. Біреулер мына интернетте тарап кетті ғой, жаңғақты өртеп жағатын, күлін жағатын болса, немесе бағанағы қойдың өтін қайнатып жағатын болса кетіп қалады екен, зығыр майын жағатын болса кетіп қалады деген сияқты мифтер қатты тарап кеткен да. Бұлардың бәрі миф болып саналады. Үшінші мифі, витилигоның емі жоқ деп ойлау, оның өзі миф болып саналады. Енді витилигоның емі жоқ деп ойлайтын болсаңыздар, мына видеоның астында ссылка қойып қойғам сайтқа. Оның ішінде до после керемет результаттар бар. Көріп таныссаңыздар болады. Өзіңізге жағып ұнап жатқан болса, бізге хабарласып, керемет нәтижеге бірге жетсек әбден болады. Витилиго қанша жастан неше жасқа дейін емделіп жатыр? 1 жас пен 20 жастың аралығында 100 адамның 98-ге жуығы емделіп жатқан жайы бар. 20 жас пен 40 жастың аралығында 100 адам келген болса, соның 80-і, 70-і емделіп жатқан жайы бар. Енді 40 жастан жоғары кісілерде 100 адамның жартысы емделіп жатыр. Енді бізде Құдай емес, біз қолымыздан келген жасаймыз. Керекті маздарын, керекті витаминдерін, керекті шөп дәрілерін береміз.
бірақ емделмей қалып жатқан адамдар да бар, ал емделіп рахметін айтып жатқан адам одан да көп та. Осы нәрсені ескергендеріңіз дұрыс болады. Дүниеде ең қымбат екі нәрсе бар екен да, ол уақыт пен денсаулық екен. Енді біз енді керемет контент жүргізіп жатырмық қой денсаулық жайлы. Осы алдағы уақытта керемет денсаулық жайлы роликтерді көргілеріңіз келетін болса, менің парақшама тіркеліп, подписка жасап, колокольчик басып, тіркеліп қоюларыңызды ұсынамын. Егер де сіздерді мазалап жүрген денсаулық жайлы сұрақтар болатын болса, комментарийға қалдырып кетіңіздер, жазып кетіңіздер. Келесі жолы қолымнан келгенше сол тақырып бойынша видеоролик түсіріп салатын боламын. Профильдегі сілтемені басыңыздар, ішіне кіретін болсаңыздар, сайтқа кіресіздер, ішінде мен туралы ақпараттар бар. Мен қаяқта оқығанмын, мен білімім қандай мамандық иесімін деген сияқты керемет ақпараттарды білсеңіздер болады. Және ішінде зоб, витилиго, панкреатит жайлы да керемет отзывтар бар. Көріп танысып, егер ұнап жатқан болса, астында WhatsApp-қа өту деген бар. WhatsApp-қа өтсеңіздер, мен сіздерді күтетін боламын.